Энце есімді ұры өзімен бірге алтын сағат алып, полициядан қашып кеткен. Қатты қуғаннан кейін ол ескі портқа тығылды. Бірақ полиция келген кезде Энце Тибр өзеніне секіріп, олардың кетуін күтуге мәжбүр болды. Көп ұзамай офицерлер басқа жерден іздеуді ұйғарды. Ал Энце судан шығу мүмкіндігін пайдаланды. Алайда ол радиоактивті материалдардың бірнеше бөлшкесін басып, денесін толығымен қара сұйықтықпен жауып тастады. Соған қарамастан, ұры үйіне қашып кетеді. Бірақ ол келген бойда өзін нашар сезініп, жуынатын бөлмеге жүгіреді. Энце сол қара сұйықтықты шығара бастайды. Ал ұйықтауға тырысқанда дене қызуы көтеріліп, бүкіл денесінде қатты ыңғайсыздық пайда болады. Қиын түннен кейін Энце оянып, өзін жақсы сезінетін сияқты. Содан кейін ол ұрланған сағатын алып, Сыған деген атпен белгілі қылмыс бастығы Фабиода жұмыс істейтін Серхио есімді жігітті іздеуге шығады. Осы кезде Серхио Фабионың топтың қалған мүшелерімен, оның ішінде інісі Винченцомен кездесуіне қатысады. Әкесі қайтыс болғаннан бері Фабио отбасылық бизнесті мұра етіп қалдырды. Бірақ оның жақтастары оны құрметтемейді, тіпті оның беделіне күмән келтіреді. Ең сорақысы, оның адамдарының бірі оған Фабио сұраған ұялы телефонды әкелді, бірақ ол ақ түсті. Фабио оларға ашуын шығару үшін қара ұялы телефон сатып алуды бұйырды. Ол өзінің қолбасшысын жойғанша ұялы телефонмен ұра бастады. Кездесуден кейін Серхио Энцемен кездесуге барды. Ол оған 100 еуроға алтын сағат ұсынды. Ақшаны алғаннан кейін Энце үйіне қайтуды шешеді. Бірақ ол қайтадан ауырып қалады. Үнемі жөтеледі. Серхио оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды, және оны жаңа жұмыс ұсыну үшін үйіне шақырады. Ішінде Серхио құрал жабдықтарды алуға барады. Ал бірнеше секундтан кейін оның қызы Алесия қолында портативті DVD ойнатқышы бар үйге кіреді. Энцені көргенде қыз бос сөз айта бастайды. Ал Серхио оған қызына мән бермеуін айтады. Өйткені оның психикалық денсаулығында ақау бар. Екеуі жолға шығып, ұшу-қону жолағына жетіп, қашыр айдаушы болып жалданған екі ағайынды кездестіреді. Олардың асқазандарында есірткі бар. Ал Энцоның міндеті іс жүргізетін дәрілерді қолдану арқылы тауардан арылуға көмектесу. Содан кейін топ қараусыз қалған ғимаратқа қарай бет алады да 9-шы қабатқа көтеріледі. Өйткені ол жерде жуынатын бөлме бар. Алайда ол жерде болғаннан кейін ағайындылардың бірі есірткі салынған контейнерден сұйықтық ағып кеткендіктен артық бозаланудан зардап шегеді. Өкінішке орай, ер адам қайтыс болады. Бірақ Серхио оған мән бермейді және жалғыз шешім есірткінің қалдықтарын тікелей асқазанынан шығару екенін айтады. Оның ағасы бұл идеяға қарсы, бірақ Серхио оған бір стақан іс жүргізетін дәрі беріп, бәрін ішуді бұйырады. Әйтпесе ол зардап шегеді. Салдары: оған стаканды бергеннен кейін Серхио телефонға жауап береді. Бірақ жәбірленушінің ағасы оның бетіне іс жүргізетін дәріні шашып, тапаншасын алып кетеді. Бұған көңілі толмай, ол Серхионы атып тастайды. Ол өлмес бұрын басын бағанаға ұра бастайды. Өлмес бұрын ағасы Энцоға мылтық атып жібереді. Соққы оны ғимараттан шығарып, 9-шы қабаттан құлатуға мәжбүр етеді. Бұл біткен сияқты, бірақ әйтеуір Энце бірнеше минуттан кейін ештеңе болмағандай тірідей оянады. Қорқып, өз пәтеріне қайта жүгіреді. Бірақ ол келе салысымен дәлізде оны күтіп тұрған Алисияны көреді. Ол әкесінің қайда екенін сұрайды. Бірақ ол бұл туралы ештеңе білмейтінін айтып, оны елемейді. Үйіне кірген кезде Энце иығына қарап, оқ жарақатына қарамастан ауырмайды. Абдырап, қонақ бөлмеге кіреді. Бірақ сыртта Алесия әкесінің қайда екенін айтуды талап етіп, есікті барабанмен ұра береді. Шыдамы таусылған Энце оған үндемеуді бұйырады да, есікті жұдырығымен ұрады. Бірақ оның күші оның қолын ағаштан өткізуге мәжбүр етеді. Алесия шошып, қашып кетеді. Бірақ Энце оның күшіне таң қалып, оны тағы бір рет сынауға бел буады. Шкафты еш қиындықсыз жылжытумен қатар, ол жылытқыш құбырды көтеріп, оны қағаздан жасалғандай бүгіп үлгереді. Осындай өте берік болғандықтан Энце тағы бірнеше сынақтан өтуді ұйғарады. Бірақ бұл жолы банкоматқа барады. Бетін маска мен капюшонмен жауып, банкоматты қабырғадан жұлып алып, ішіндегі барлық ақшаны алып, үйіне апарады. Келесі күні ол ақшаның бір бөлігін дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсайды. Бірақ иығынан таңғышты алып тастағанда, жарақатының жоғалып кеткенін түсінеді. Ол өзінің жаңа қабілеттері туралы көбірек білуге тырысып жатқанда, басқа жерде Сығанға Серхионың өлгені және жүктің жоғалғаны туралы хабарланады. Содан кейін гангстер тауар іздеп үйіне барады. Бірақ тек Алесияны тауып алып, одан жауап ала бастайды. Алайда қыз әкесінің қайда екенін білмейді. Ал бандиттер Энце бәрін естіп, не болғанын көруге барғанша жауап алуды жалғастырады. Ол Алесияға қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Бірақ оны танымайтындай кейіп танытып, пәтерден шығып кетеді. Сыған одан жауап алуды жалғастырып, өз адамдарына пәтерді түгел тінтуді бұйырады. Алайда көмекшілерінің бірі портативті DVD ойнатқышына қолын тигізгенде, Алесия ашуланып, бандиттің бетін тырнақтарымен тырнап алады. Ашуланып, оның қолынан ұстап, бетін кескішпен кесемін деп қорқытады. Бірақ кенеттен жұмбақ фигура үйдің терезесінен кіріп кетеді. Энце капюшон мен бетперде киіп, қарсылық көрсетуге тырысатын, бірақ соққыларының еш пайдасы жоқ, жақтастарын ұра бастайды. Өз адамдарының оңай жеңіліске ұшырағанын көрген сығандар Алесияны ұстап алып,
бетперде киген адамға оларды жіберуді бұйырады, әйтпесе ол қыздың тамағын кесіп тастайды. Энса мойынсұнып, барлық қолбасшылар үйден шығып кетеді. Бірақ Олеся қарсы тұруға тырысады және сығанды тепкілеп, оны жерге құлатады. Бетперде киген адам кескішті тартып алмақшы болады. Бірақ гангстер жылдамырақ болып шығады және пышақпен Энсаның аяғын кесіп тастайды. Содан кейін ол бірден қашып кетеді. Жарақатына қарамастан Энса орнынан тұрып кетеді. Ал Олеся оны өзінің сүйікті Джиг робот анимесінің кейіпкері Хироси Шиба деп қателеседі. Энса қызды ол жерде қалдырудың қауіпсіз еместігін біледі. Сондықтан оны пәтеріне жасыру үшін өзімен бірге алып кетеді. Өйткені сығандар оның шын мәнінде кім екенін білмейді. Екеуі үйге кірген бойда Энса оның аяғына қарап, саусағының кесілгенін түсінеді. Ол иығы сияқты аяғының да қалпына келетініне сенеді. Сондықтан ол кесілген бөлікті жабысқақ таспамен аяғына қайта жабыстырады. Содан кейін ол Олесяға төсекке жатуын айтады да, диванға жатып, қызбен не істеу керектігін ойлайды. Келесі күні таңертең ол Олесямен сөйлесуге барып, оның тұратын жері бар жоғын сұрады. Ол әкесі оны алып кеткен психиатриялық аурухананы есіне алды. Ал Энса оны Серхионың тұрған жерін анықтаған кезде сол жерде қалуға көндірді. Қыз келіседі және екеуі ауруханаға баруға дайындалып жатыр. Бірақ алдымен Энса саусағының сауығып кеткенін тексеруге барады. Өкінішке орай, ол үшін саусағы ешқашан қалпына келмеді. Бұл оның денесінің ампутацияны емес, жеңіл жарақаттарды ғана емдеуге қабілетті екенін көрсетеді. Осыған қарамастан, Энса сығанның өзіне шабуыл жасаған бетперде киген адам туралы ақпарат іздеп жатқанын білмей, Олесяны ауруханаға апарады. Тергеу барысында ол интернеттен дәл сол бетперде киген адамның банкоматты тонап жатқаны туралы вирустық бейнені тауып алады. Гангстер өзінің жақтастарына оны табуды бұйырады. Бірақ алдымен олар Серхиоға ақша жіберу мәселесін шешу керек. Ол жойылғаннан кейін жүк жоғалады және сыған оны тез арада табуы керек. Өйткені сатып алушы Нунзия есімді қылмыс бастығы оны алуға келеді. Содан кейін топ базаға оралады. Бірақ оларды Нунзияның адамдары күтіп тұр. Жағдайдың өзі ойлағаннан да нашар екенін көрген сыған жүктің жоғалғанын, бірақ ақшаны уақытында қайтаратынын ескертеді. Шындығында, бандитте бұл ақшаның бәрі жоқ және оны тезірек алудың жолын табу керек. Содан кейін ол брондалған көлікті тонауды жоспарлап, көмекшілеріне қару-жарақ пен құрал-жабдықтарды дайындауды тапсырады. Энсаның пәтеріне оралғанда, ол Олесяны ауруханада қалдырып, теледидарды қосады. Бірақ экранда анимациялық робот пайда болады. Қыз ойнатқышқа салған DVD дискісі бар Джигит. Ақырында Энса анимацияны жақсы көрді және эпизодтарды ең жақсы сапада көру үшін жабдықтарын жаңартуды шешті. Келесі күні таңертең ол тас жолға шығып, жанынан өтіп бара жатқан брондалған көлікті көрді. Дәл осы сәтте сыған мен оның адамдары оқиға орнында болды. Бірақ Энса олардың алдынан өтіп, көлікті тоқтатып, алдыңғы әйнегіне тас лақтырды. Көп ұзамай ол брондалған көлікке соғылып, бір сөмке ақшаны алып кетті. Бірақ ол қарақшылық шабуыл жасап жатқан адамды көргенде, сыған ашуланып, бетперде киген адамды атып тастады. Алайда ол сағынып қалады. Ал Энса сөмке толы ақшамен қашып кетеді. Бұл ақшаға ұры үйіне кинопроектор, сондай ақ робот, Джигит серияларының толық жинағын сатып алады. Алайда ол эпизодтарды көре бастағалы жатқанда, біреудің есікті қағып жатқанын естіп, терезеден полиция көлігін көреді. Энса есікті ашады. Ал полицейлер оған науқас әйелінің көшеде жалғыз жүргенін хабарлайды. Энса олардың не айтып жатқанын түсінбейді. Бірақ көп ұзамай Олеся пайда болады. Ал полицейлер ер адамға әйеліне жақсырақ қарау керектігін айтады. Ер адам олардың кеңесіне құлақ асып, Олесядан тоқтауын сұрайды. Ал қыз оған Энсаға сыйлық ретінде жасаған Джигит роботының маскасын көрсетеді. Алайда ол өзінің батыр емес екенін ескертеді және Олесяға заттарын жинауды бұйырады. Өйткені ол оны қайтадан психиатриялық ауруханаға апарғалы жатыр. Алайда қыз бас тартады және Джиг роботының толық жинағын көргеннен кейін ол тағы бір түн болуды және ойынды, онымен бірге эпизодтарды көруді сұрайды. Тіпті оның еркіне қарсы болса да келіседі және екеуі Олеся жақындай бастағанша аниме көреді. Энса бұл қимылды қайтарады. Бірақ қыз эмоционалды күйзеліске ұшырайды және оған зиян тигізбеуін өтініп айқайлай бастайды. Бұл Энсаны шатастырады. Бірақ ол көп ұзамай қыздың зорлық-зомбылыққа ұшырағанын түсініп, оны ренжітпеуге уәде беріп, оны құшақтайды. Тағы бір күн өтеді. Ал Энса Олесяны ойын-сауық саябағына апарып, оның назарын аударуға көмектесуді шешеді. Мекеме жабық, бірақ ол Олесяға айналма дөңгелекке көтерілуін айтады және бар күшін жинап, аттракционды орнынан жылжытып үлгереді. Бұл тәжірибе қызды қатты қуантады және саябақтан кейін екеуі сауда орталығына барады. Онда Олеся көйлекке қызығады. Ол ханшайымдай киінгісі келетінін айтады. Ал Энса бұл көйлекті оған сыйлық ретінде сатып алудан тартынбайды. Бірте-бірте олар жақындай түседі. Ал қыз Энсадан әкесінің қайда екенін білетінін сұрайды. Ол жауапты білмейтінін айтады. Бірақ жас келіншек оған сенбей, оны тастап кетеді. Олар автотұраққа жеткенде, Энса ақыры оған Серхионың жұмыстан босатылғанын және енді ешқашан үйіне оралмайтынын айтады. Олеся оның осы уақыт бойы оған өтірік айтқанына ренжіп, Энсаны өзінен басқа ешкімге мән бермеді деп айыптайды. Содан кейін ол жалғыз кетіп, бірнеше минуттан кейін отырады.
Бірақ ол кетіп бара жатқанда, қандай да бір адам емес күш көлікті тоқтатады. Артына қараса, жолаушылар Энсоның автобусты ұстап тұрғанын көреді және көп ұзамай оның банкоматты тонап кеткен бетперде киген адам екенін біледі. Барлығы бұл жігітті ұялы телефондармен түсіре бастайды. Бірақ Энсе оған мән бермейді және Алесиядан кешірім сұрап, оған барады. Ол тіпті ол үшін өте қымбат екенін және ол өте жақсы көретін кейіпкер болуға дайын екенін айтады. Алесия оның кешірімін қабыл алады. Ал Энсе оны әкесі тұрған жерге апарамын деп автобустан шығарып салады. Көп ұзамай екеуі мәйітханаға келіп, Серхионың денесін табады. Ал Алесия әкесімен соңғы рет қоштасады. Осыдан кейін екеуі пәтерге оралуға бел буады. Бірақ Энсе оның кім екені анықталғанын біледі және олар сол жерден мүмкіндігінше қашып кету керек. Осы уақытта сыған бетперде киген адамнан тағы бір рет жеңілгені үшін қорланғанын сезіп, өз базасына оралады. Ең сорақысы, Винченцо ағасының жоспарларынан шаршағанын және бұдан былай банды басқаруға ниетті екенін айтады. Сығандар бұл сөздерге ренжіді, бірақ бұл шешіммен келіскендей кейіп танытты. Ал Винченцо топты тағы бір тонау үшін жинайтынын айтты. Алайда, ол бұл жерден кете салысымен гангстер өз адамдарына Винченцоға шабуыл жасамақ болған күзетші иттерді түсіруді бұйырады. Өз ағасын қуып жібергеннен кейін, гангстер Нунзияға төлеу үшін әлі де ақша алу керек және ол өзінің танысы Марселоннан қарыз сұрауға барады. Бірнеше минуттан кейін ол одан ақша алады. Бірақ кенеттен Нунзия мен оның адамдары күтпеген жерден пайда болып, екеуіне де шабуыл жасайды. Олар Марселонаны құлатып, төлемнің қай жерде екенін айтуды талап етеді. Ал сыған ақшаның сөмкеде екенін айтады. Осыған қарамастан, Нунзия оған құрмет көрсету, сабағын беруді ұйғарады және бандиттің аузын гакпен жауып тастайды. Сонымен қатар өз адамдарына оған бензин құюды бұйырады. Ақырында ол оттықты жағады. Бірақ оны өртеп жібермекші болған кезде, Нунзия мен оның бандасы мұның бәрі әзіл деп күле бастайды. Бұл сығанды ашуландырады және таң қалдырғаны, Марселоне орнынан тұрып, Нунзия мен оның тобын атуға кіріседі. Гангстер мүмкіндікті пайдаланып, оларды да атып тастады. Олардың қол астындағы адамдарын жойып, Нунзияның аяғын жарақаттады. Осыған қарамастан, ол қашып үлгерді. Ал сыған базаға оралды. Бірақ Нунзия бірінші болып келіп, оның күзет иттерін және бүкіл банды жойып жіберді. Шабуылдан тек Теси ғана аман қалды. Ал сыған оны қаруларын жинауға шақырады. Өйткені олар Нунзияның артынан барады. Екеуі кетер алдында теледидардан бетперде киген ұрының шынайы тұлғасын көрсететін жаңалықтар репортажын көреді. Онда сыған көп ұзамай Алесияның көршісін таниды. Осы кезде Энсе мен қыз заттарын алып, қонақ үйде тұрғанша мотоциклмен қашып кетеді. Ішінде ер адам Алесияға жасөспірім кезінде қылмыс әлемімен айналысқан кезіндегі өткені туралы айта бастайды. Достарымен бірге ол ұсақ ұрлық жасады, бірақ оның барлығы әріптестері қайтыс болды. Тек Энсе ғана қалды. Ақырында ол өзінің қылмыстық өмірін жалғастырды. Бірақ ол өз күшін тауып, Алесиямен кездескеннен бері ол бәрін тастап, одан да жақсысын іздегісі келеді. Қыз оның әңгімесіне қатты әсер етті. Тіпті оған онымен ерлі зайыптылар сияқты ұйықтауды ұсынды. Энсе келіседі. Бірақ көп ұзамай бөлмеге бір сыған кіріп келіп, жігітті транквилизатор жебелерімен атып құлатады. Көп ұзамай Энсе төсекке байланып оянады. Ал оның қасында оның ерекше қабілеттерін қалай алғанын білгісі келетін сыған бар. Энсе сөйлеуден бас тартады. Бірақ гангстер оған ұялы телефонын көрсетіп, Тазидің Алесияны қалай кепілге алғанын тікелей эфирде көрсетеді. Егер ол шындықты айтпаса, қызды азаптайтынын ескертеді. Сондықтан Энсе бәрін айтуды шешеді. Ол шешілгеннен кейін сығанды Тибр өзеніне апарып, кейбір бөшкелерде біртүрлі затпен байланысқа түскенін айтты. Содан кейін сыған оған бөшкелерді алуды бұйырады. Ал фургонның ішінде Алесия Тазиден оны дәретханаға жіберуін сұрайды. Ер адам мұны істей алмайтынын айтады. Бірақ абайсызда қыз көйлегінен тоқылған инені алып, оны ер адамның кеудесіне, мойнына жабыстырады. Таси қарсы тұруға тырысады. Бірақ ине оның артерияларының біріне тиіп, жерге құлап түседі. Ол қазірдің өзінде тыныссыз. Фургоннан шыққан соң, Энсе бөшкелерді алуға барады. Ал сығанды Таси шақырады. Бірақ ол жауап бермейді. Одан да жаманы, көлік портқа келеді. Нунзия мен Мурдың қолбасшылары автоматпен қаруланған сығанға қарай бет алған кезде үйден шығады. Гангстер шарасыздықтан мылтықты топқа бағыттайды. Ал Алесия фургоннан түсіп, Энсеға қарай жүгіреді. Сыған мүмкіндікті пайдаланып, қызды ұстап алады. Бірақ Нунзия өз адамдарына ондаған рет оқ атылған бандитті өлтіруді бұйырады. Ақырында қылмыс бастығы от алдырғышты алып, Тибр өзеніне шарасыздықпен секіріп бара жатқан сығанды өртеп жібереді. Атыс болғаннан кейін Энсе Алесияға қарай жүгіреді. Бірақ өкінішке орай, ол да оқтан зардап шекті. Өмірінің соңғы сәттерінде қыз Энседан әлемді құтқару үшін өз күшін пайдалануын сұрайды және ол онымен қоштасу арқылы мұны істеуге уәде береді. Тағы бір күн өтіп бара жатыр. Ал Тибр өзенінен сығандар әлі тірі, бірақ денесі күйіп кеткен күйінде шығады. Радиоактивті материалдың арқасында ол да күшке ие болады және басын парикпен жауып, зұлым адам кек алу үшін Нунзияның жасырынған жеріне бет алады. Сығанның әлі тірі екенін көрген Нунзия өз адамдарына қаскүнемді жоюды бұйырады. Алайда бұл гангстерді қорқытпайды және ол болып жатқанның бәрін жазып алу үшін ұялы телефонын тастап кетеді.
ал өзі қол астындағы адамдармен еш қиындықсыз айналысады. Қақтығыстан кейін ол Нунзияны билеуге апарады. Бірақ оның күшін пайдаланып, оны қатты қысып, омыртқасын сындырады. Енді оның кегі біткеннен кейін сыған бетперде киген ұры сияқты атақ-даңққа жетуге үміттеніп, видеоларды желіге жүктеп жатыр. Деп салуды аяқтағаннан кейін сығандар бөлмедегі құлыпталған есікті көріп, оны ашқаннан кейін Нунзияның арсеналын табады. Осындай атыс күшімен ол ақырында өзінің үстемдік жоспарын жүзеге асыруға кірісіп, Римдегі ең ірі қылмыс бастығы бола алады. Қаланың басқа жерінде Энцо Алисияның қазасына қайғырып, мақсатсыз жолмен келе жатыр. Кенеттен оның жанынан полиция көлігі өтіп бара жатыр. Ал полицейлер бетперде киген ұрыны бірден танып, оны тұтқындауға шешім қабылдады. Алайда, жолда бір әйел мен оның қызы келе жатқан. Ал оның назарын аударған сәтте, ол полиция көлігіне соғылып, оның көлігі аударылып қалған. Полиция әйелді тез арада құтқарып қалды. Бірақ оның қызы тұзаққа түсіп, көлік өртене бастады. Алисияның өтінішінен кейін Энцо оны құтқару үшін жолға шықты және бар күшін жинап, жүксалғыштың қақпағын жұлып алып, көлік жарылғанға дейін бірнеше секунд бұрын қызды суырып алды. Анасы қызының аман есен екенін көріп, жеңілдеп қалады және ризашылығының белгісі ретінде өмірінде бірінші рет Энцоны құшақтайды. Уақыт Алисияның қалаған кейіпкері болды. Осы ерлік әрекетін ескере отырып, айналасындағылардың бәрі Энцоны құттықтайды. Тіпті полиция оны жіберді. Алайда, ол жолда келе жатқанда Энцо теледидардан сығанның интернетке жариялаған видеосын көрсететін жаңалықтар репортажын көрді. Энцо көп ұзамай бұл жігіттің тірі ғана емес, сонымен қатар оның қабілеттерін Тибр өзенінің арқасында тапқанын түсінді. Бұл жеткіліксіз сияқты зұлым адам бүкіл Рим үшін одан да таң қалдыратын нәрсені жоспарлағанын айтады және футбол стадионына бомба қойғанын айтады. Оны тоқтату үшін Энцо мотоциклді бейбіт тұрғыннан жалға алып, стадионға қарай жүгіреді. Бірде ол сығанды тауып алып, оған жақындайды. Бірақ гангстер оның күшіне қарсы тұра алады. Содан кейін екеуі жұдырықтасып, қатты төбелеседі. Бірақ екеуінің де күші мен ептілігі бірдей. Сығандар текетіресінің ортасында стадионда бомба жару үшін детонатор қызметін атқаратын ескі ұялы телефонын тастап кетеді. Уақытты босқа өткізбей, зұлым адам ұялы телефонын алып, қашып кетеді. Ал Энцо оның артынан трибунаға шығады. Оны тапқан бойда олар қайтадан бетпе-бет соқтығысады. Ал Энцо ақыры ұялы телефонын алып, жерге лақтырып үлгереді. Осыған қарамастан, жауыз қарсыласуды жалғастыра береді және Энцоны итеріп жіберіп, оны көрермендер арасында құлатады. Осыдан кейін сыған трибунадан секіріп түсіп, бірнеше полиция қызметкерінің қоршауында қалады, бірақ олардан оңай құтылады. Содан кейін ол жедел жәрдем көлігіне жүгіріп барып, 5 минуттан кейін жарылатын бомбаның механизмін қолмен іске қосады. Энцо оны тауып үлгерді, бірақ бомба іске қосылды. Сондықтан ол жедел жәрдемді алып кетеді. Алайда Энцоны полицияның бақылау бекеті тоқтатады. Ал офицерлер оған көліктен түсуді бұйырады. Осы текетірестің ортасында Энцо жедел жәрдем көлігінен түсіп, оны жол тосқауылына қарай итеріп, қолында бомбамен полициядан қашып кетеді. Жарылысқа бірнеше секунд қалғанда Энцо көпірге жетіп, оны өзенге тастауға тырысады. Алайда сыған қайта пайда болып, оны құлатып, көпірдің ортасына бомба құлады. Зұлым Энцоны ұрып соғып, бомбаға қарай жүгіреді. Жарылыс уақытын 15 секундқа дейін қысқартады. Көп ұзамай ондаған адам жойылады. Бірақ соңғы күшін жинап болған соң, Энцо сығандарға жүгіріп барып, онымен бірге теңізге секіреді. Кері санақ аяқтала салысымен бомба жарылып, сығандардың денесін жойып жібереді. Ал Энцоның тағдыры жұмбақ күйінде қалады. Бірнеше күннен кейін адамдар әлі күнге дейін қаланы құтқарған батыр туралы айтады. Тіпті алаңға бетперде киген адамның есімін береді. Алайда, көп ұзамай Энцоның аман қалғаны белгілі болды және Рим ғимаратының жоғарғы жағынан Алисияның оған берген маскасын киіп алды. Содан кейін джигит роботының кейпіне енген Энцо нағыз суперқаһарман сияқты қылмыспен күресуге дайын қалаға қарай секіреді.